ChatGPT қазір Кітабал сияқты компаниялар сатып алып жатыр. Мен сіздерді қазір екі инструментпен кім екендеріңізді біліп қоя аламын. Біз болашақта дінге, ұлтқа, қазіргідей мемлекеттерге бөлінбейтін боламыз. Біздің жеткізгісі келгені біздің қоғамда иттің бостандығы әйелден де жоғары. Қайырлы күн, саламатсыздар ма? Барлықтарыңызды көргеніме қуаныштымын. Мен есімім Зиябеков Бахнұр. Енді бүгін мен сіздер сияқты аудиторияға бірінші рет шығып жатырмын өмірімде. Өйткені мен негізгі аудиториям ол ата-аналар, 35, 45, 55 жасқа дейінгі. Бірақ мен өте қатты қуанышып жатырмын. Осындай Кітабал компаниясында осындай күшті аудитория бар екен. Жастарды көргеніме өте қуаныштымын. Мен сіздермен бір жақсы арамыздағы күшті коннект бар. Мен 5 жасымнан бастап айдың күн сәулесімен кітап оқыған үшін көзімді бұзып алғам. 3 рет көзіме операция жасағам, бірақ соған қарамастан кітап маған қатты ұнайтын бір күшті хоббилардың бірі. Жылына бір кемінде 50-60 кітап оқимын. Өзіме күшті бүгін атмосфера қалыптасып жатыр, бірақ бүгінгі маған находка бұл жалғастың кітабы, бірінші рет оқып отырмын, бірақ в основном бүгінгі мен сіздерге тақырыбымды айтып берейін, одан кейін артынан мен ойымша сіздермен көп күшті әртүрлі іс-әрекеттер мен engagement-терін бара аламыз. Бүгінгі тақырыбым жалпы жасанды интеллект. Кеше ғана Amazon $3 миллиард ақшаны үнемдеу мақсатында өздерінің күнделікті әртүрлі линейный сотрудниктер дейді, солардың бәрін жұмыстан босату жайлы анонсмент жасады. Сол туралы бүгін сөйлейтін боламыз. 14 мың адам ойлап көріңіз. 14 мың адам деген Қаскелең қаласының бәрін жұмыстан шығарып жүру сияқты. Талғар қаласын жұмыстан босату секілді. Қызық әңгіме, осы 2 ай бұрын ғана ақш-та бір кішкене ғана сауалнама жасаған екен. Сол сауалнамада 10 адамның 7-еуі менің жұмысымды жасанды интеллект алып қояды деп уайымдап жүр екен. Және 10 адамның 4-еуі өте қатты уайымдап жүр екен. Осы жерде жұмыс жасап жүрген қызметкерлер бар болатын болса, кім қанша уақытта қазір осы туралы соңғы 2 айдың ішінде ойланды? Менің қызметімді, менің жұмысымды жасанды интеллект алып қояды деп, біз кішкене бір ақш-тағыдай екенбіз деп біліп алайықшы. Қолдарыңыз көтерсеңіздер болады. Кім соңғы 2 айдың ішінде менің жұмысымды жасанды интеллект алып қояды деп ойлап жүрді? Бізде бәрі жақсы екен. Жалпы біз уайымдамаймыз дегенбіз. Сонымен жалпы сол туралы сөйлескім келеді. Қалай тақырып сіздерді қатты триггерить етіп жатқан жоқ қой, мен өйткені сіздерге тревога тастап кеткім келмейді. Қандай бір уайым, жаман болып кетті, мынау 4 көз келді, біз бытшыны шығарып кетті деген әңгіме болып қалмасын. Бірақ жалпы сіздердің әңгімелеріңізге байланысты, сіздердің көз қарастарыңызға байланысты бөліскім келеді. Жасанды интеллект қандай мамандықтарды орын басып ала алмайды деген тақырыпты мен бүгін ашып бергім келеді, және сіздер қай салада бара аласыздар, бара алмайсыздар. Мен өзім жалпы профориентатормын. Соңғы 15 жыл болды осы кәсіби білім алу және кәсіби мамандық таңдау саласында зерттеулер жүргіземін. Қазіргі соңғы зерттеулерім осы альфа поколение, 7 дипломым бар. Барлық жерде оқи бергім келеді. Қазір тағы бір университетке тапсырып жатырмын. Қызық маған не үшін университет? Сол жердегі жаңа адамдармен сөйлесу, солармен ой бөлісу, идея алмасу. Солардың біреуі қазіргі осы жасанды интеллектпен байланысты болады. Жаңа болашақ тақырыптар ол жасанды интеллект болады және ESG болып есептелетін болады. ESG деген өздеріңіз Google-дан зерттеп көрсеңіздер болады, қазіргі жаңа бір бағыттардың бірі болып есептеледі. Енді жасанды интеллекттер бүгінгі күнде кім қалай түсінеді? Жасанды интеллект қазір досың сен. Мен сіздер қызық айтайын, мен сіздерді қазір 2 инструментпен кім екендеріңізді біліп қоя аламын. Біріншісі экран времени, екіншісі браузеріңізде соңғы 2 айдың историясы. Кім бөліскісі келеді? Жасанды интеллектті қазір көрсек бола ма, экран времени қандай екен? Кім қанша сағат көреді? Және браузеріңіздің историясын ашып бере аласыз ба? Қалай көрсем болады менде? Экран времени. Мысалғы, экран времени. Бөлісе берсем бола ма? Айта берсем бола. 1 сағат 33 минут екен, оның 54 минуты TikTok, 16 минуты Тугис, 10 минуты сағат екен. Кеттік. TikTokқа кіреміз.
TikTok сіздерге әртүрлі жарнама ұсынады, білесіздер ма? Қалай ол жарнама сіздерге түседі? Біріншісі 3 алгоритм бар. Біріншісі ол сіздердің скроллинг, қай жерде сіз тоқтадыңыз, қандай тақырыпқа көбірек қарадыңыз және қаншалықты сіз терең бардыңыз. Екіншісі лайк басқандарыңыз. Және лайктан бөлек сіздер қайсысына лайк бастыңыздар және қандай реакциямен бастыңыздар. Мысалға, көздеріңіз қатты ашылып таңғалсаңыздар, лайк басқаныңыз, значит сіздер оған қызығып жатсыздар. Егер сіздер оған күліп не жасаңыздар, значит оған сіздер жақсы позитивно қарайсыздар. Бірақ егер сіздер оны триггерить етіп тұрса, қуаныш жынданып не жатсаңыздар, продвижение болсын, осы тақырып ашылсын, сол үшін лайк басатындар бар. Соны қарайды. Және соңғы төртіншісі ол әрине сіздердің дауыстарыңыз. Телефондарыңыз қастарыңызда постоянно, мысалы, гүл деп айта беретін болсаңыздар, не шығады? Гүлдің рекламасы шығады. Кітап деп айта бердіңіздер, кітаптың рекламасы шығады. Тура сондай 3 искусственный интеллект бар, соған байланысты TikTok сіздерге осындай рекомендациялар жасайды. Сіздер сол рекомендацияға, мен өзім профориентатор ретінде, қазіргі альфа поколение бар, ол қазіргі 2008, 2009, 2010-нан ары қарай туылған жас өспірімдердің барлығын осылай біліп қойға болады. Не үшін бұл жасанды интеллект қазір солай зерттеп жатыр? Сол үшін де TikTok'ты қазір дүние жүзі бойынша көп мемлекеттер алып тастамақшы. Өйткені жасанды интеллект сіздердің өмірлеріңізді disruption жасап жатыр. Disruption деген бұзып жатыр. Немесе сіздерді манипулировать етіп жатыр. Бұрында не айтушы едік? Досыңды көрсет, мен сен кім екеніңді айтам. Экран времени көрсет, мен сен кім екеніңді айтам қазір. Барлығы сондай болып кеткен. Көп оқушылар одан бөлек тағы да қазір өте көп уақытысын среднем 10-18 сағат телефонға қарайды екен. Кімде қандай экран времени? Кім 10 сағат қарайды? Бар ма? Кім 4 сағат қарайды? Қарап көрсеңіздер болады, өздеріңізге зерттеу жасап көрсеңіздер болады, соған байланысты өздеріңізге кері байланысты болсаңыздар. Енді мен сіздер кішкене жалпы дүние жүзі болып жатқан бір ақпаратты бөлсең, қазір көптеген үлкен технологиялық компаниялардың барлығы жұмыстан адамдарды босатумен айналысып жатыр. Екі себеп бар. Біріншісі, карантин кезінде 2020 жылы көп адамды жұмысқа алып қойған. Екіншісі, жасанды интеллект олардың технологияларына кіріп жатыр. Қысқаша айтқан кезде, мысалға 300 миллион жұмыс орны 2030 жылға дейін босатылатын болады. 300 миллион жұмыс орны деген бір континенттің адамның, рахмет жігіттер, қыздар, боссыңдар деген әңгіме секілді. Сондықтан қазірден бастап бізге мүмкін ол қазір келмейтін шығар, мүмкін 2025-2026 жыл келетін шығар. Бірақ мен қазір сіздердің түрлеріңізге қарап отырып, 2005, 2004, 2003, 2002, 2000 жылғы жастардың барлығына қазір қайтадан университетке түскен дұрыс деген кеңес бар. Бірінші себеп, сіздер мамандықтарыңызды әртүрлі басқа бір қазіргі current дейді, немесе updated бір немен технологиямен әдіспен таңдамағансыздар. Мен мектептегі пәнді қараймын да, мен таңғалам. Қалай сіздер пәнді мамандыққа байлап қойғансыздар? Немесе керісінше мамандық пәнге байлап қойғансыздар? Ал пәннің контенті қандай? Соған байланысты мен сіздерге кеңесім 2 жылдық бағдарламаны қайтадан оқып алыңыздар. Қазақстанда болмаса шетелде көріңіздер, онлайн. Экзекутив деп аталады, немесе онлайн аталады, өздеріңіз оқып алыңыз. Ол сіздердің қазіргі арнайы инвестицияларыңыз болып есептелетін болады. Неге? Өйткені бұл нәрсе бізге келеді, балалар. Бұл нәрсе бізде 2 жылда, 3 жылдың ішінде келетін болады. Сондықтан жасанды интеллект жылдан жылға бізді қазір алып кететін болады. Мысалға, мынаны қарап көрсеңіздер болады. Тек қана 2024 жылдың өзінде 15 мың жұмыс орнын Intel'дің өзі ғана босатып отыр. Ойлап көріңіздер, Талғар бос, Қаскелен бос, кеттік арға, Өтеген Батырға төмен түсеміз. Boeing, ExxonMobil, Meta барлығы соған көшіп жатыр. Даже Илон Масктың болжамдары бар. Қазір 2030 жылдың өзінде линейный деген бар, мысалы күнделікті машина жүргізуші,
Кім біледі, Додоның жаңа бір кофейнялар ашылды. Додо пиццаның жаңа кофейнялар ашылды. Кофені кім жасап береді, білесіздер ме? Робот жасап береді. Болды, бариста керек емес. Тағы да кім керек емес? Ыдыс-аяқ жуатын адам керек емес, менеджер керек емес, бариста керек емес, официант керек емес, кассир керек емес. 5 адам босатылды. Мұғалімге мен қайтып келем. Одан бөлек, қазір жасанды интеллекттің арқасында, егер жақында көрсеңіздер, Илон Маск бұған қазір көп көңіл бөліп жатыр. Мысалға трактор, өзімен өзі зарядталатын, өзі жүретін бөлек трактор. Одан бөлек автобустар, көрдіңіздер ме? Өзі жүретін автобустар 8 адам ғана сет, осы бір 2 апта бұрын, 3 апта бұрын ғана шығарды. Қашан бізге келеді? 2025 жылы. 2025 жылы жалпы қазіргі мысалғы, егер көрсеңіздер, Қытайдың машиналары немесе жаңадан жасалған машиналардың барлығын өздерінің искусственный интеллекттері бар, машина қалай кіреді, қалай шығады, немен кіреді. Ертең ол машиналар өздері жүретін болады. Мүмкін блогерлардан көрген шығарсыздар, Сан-Францискода такси водительсіз келеді. Жүргізуші жоқ, көлік жүргізуші жоқ. Сен көлік жүргізуші жоқ, машинаға отырасың. Қандай ощущение, қандай сезімде боласыздар? Айттыңыздаршы. Көлік жүргізуші жоқ, машинаға отырсаңыздар, қандай сезімде боласыздар? Қорқасың, сосын. Ал? Тағы есіме қон. Таң қаласың. Сенімсіздік. Тағы. Опустошение. Тревога, 15-16 жасар балаларда білесіз бар, қандай ощущение? Вау! Қандай күшті! Мынау тамаша ғой! Адам жоқ! Мен жалғызбын! Мынау жүргізуші менен ештеңке сұрамайды. Мені сынамайды, маған баға бермейді. Бұл жерде уже жаңа буын келіп жатыр екен. Және технологиялар қазір мысалға маркетологтар, продукт менеджерлар және үлкен корпорациялар қазір альфа поколенияға көп көңіл бөліп жатыр. Егер бұл әлемде 8 миллиард халық тұратын болса, соның 4 миллиарды альфа поколение екен. Және сол жобалардың барлығы, сол тауарлар мен продукттардың барлығын осы альфа поколениеға жасады. Неге? Өйткені олар осындай адамдармен қарым-қатынасқа кіргісі келмейді. Мен сіздерге бір қызық тағы бір зерттеу болған екен. Адам күніге 50 сұраққа толық жауап беруге дайын екен. Атың кім, қайда жұмыс істейсің, кім не істейсің, тағы басқа. Қалған сұрақтың барлығына қалай жауап береді? Жоқ, білмеймін, қойш болды. Ал 50 сұрақтың 10 сұрағын таңертең бариста алып қояды екен. Сізге қантпен ба, қантсыз ба? Сүтпен ба, сүтсіз ба? Үлкен ба, кішкентай ма? Қалжың жағдайыңыз бәсі ме, жақсы ма деп. Мен өзім көрдім де қалай болады екен деп. Негізі адамдарды қазір көп нәрсе тревогаға алып келетін, немесе осындай қорқынышқа алып келетін нәрселердің барлығын біз өз-өзімізге құрастырып алып екенбіз. Соған байланысты қазір көп адамдар осы альфа поколениеға алып келіп жатыр. Және бүгін сіздерге тағы да бір бөліскім келетіні, жалпы жасанды интеллект қазір қай салаларды алып кете алмайды. Қай салаларға бара алмайды және қай салаларға біз өзімізді арнай аламыз, немесе келесі мамандықты біз өзімізге инвестиция ретінде қай салаларды таңдап көре аламыз. Жасанды интеллектті қазір алып кеткен осы мамандықтар. Кімдер ол? Офис менеджерлер, одан бөлек жаңағыда линейный фронт адамдар, бэк адамдардың барлығын алып кетіп қалып жатыр. Және ең қазір көп жойылып жатқан мамандықтардың бірі ол әрине адамның арасында қарым-қатынасты құрастыратын. Бірақ қай мамандықтар бәрібір сақтап қалатын болады? Креативті салалар. Мобилографтар, білесіздер ме? Жылдан жылға мобилографтардың анау нелері бар ғой, көзқарастары, түсіргендері, маниачить еткендері ұнайды. Неге? Өйткені ол адамның көңілін жақсы көрсетіп жатыр. Мысалға жалғастың жаңағы сөздерінің өздері. Мен қарап көрдім.
қазір сөз жетпейтін секілді. Біздің көңілімізді бүйтіп алып кететін сөз жетпейтін секілді. Мен өзім Қазақстан математика мұғалімдер қауымдастығында вице-президент болып істеймін. Біз 10 жыл болды, Асқар Жұмадаевтың көмекшісімін, академик танитын болсаңыздар. Біз мұғалімдерге, математик, физик мұғалімдерге олимпиадалар жасаймыз. Сол жерде сұрақ келді, біздің қазақ тілі және қазақ тілі әдебиеті мұғалімдерінен. Бізге де неге осындай жасамайсыңдар деп. Енді біз математик болғаннан кейін жасамадық. Өздеріңіз көріңіздер деп. Сөйтсек, қазақ тілі мен қазақ әдебиетінің пән мұғалімдерінің олимпиадасына барсақ, ол жақта сөз жарысы екен ғой, айтыс екен ғой. Біз математиктер үйреніп қалғанбыз. Біздің айтыс есеп шығару. Кім қанша есеп шығарды? Қалай шығардың? Болды, ол жерде басқа әңгіме жоқ. Сондықтан қазірден бастап біз математиктер өзімізді қазір кішкене не ретінде көріп отырмыз. Жойылып бардыққан мамандықтар ретінде көріп отырмыз. Қазір болашақта қатты дамитын мамандықтардың барлығы осы сөз жарыстар, креативтер және адамға өзінің ойын, идеясын жеткізетін мамандықтар болып есептеледі. Соның біреуі айсбрейкер ретінде жалғасты көруге болады. Адамдар қазір аш, шаршады. Барлығына қазір креатив керек, қызық керек. Мен оқушыларға сабақ беретін кезде де айтам. Енді біз мұғалімдерге де сабақ беретін кезде айтам, өтініш бірінші 7 секундты уақытын өткізіп алмаңыздар деймін ғой. Сабақ беретін мұғалімдер бар ма осы жерде? Педагогикада жүргендер бар ма? Педагогикада жүргендер. Сіздерге кеңес. Егер сіз алғашқы 5-7 секундта баланың көңілін бөле алмасаңыздар, TikTok-тағыдай олар болды, келесі жол рекомендациямен келмесең, сен ешқашан келе алмайсың оған. И сол жерде сразу 5-7 секундтың ішінде лайктарыңызды жинап алыңыздар. Егер сол лайктарыңызды жинай үлгермей қалсаңыздар, сразу сіздерді 1 жылға банға жіберіп тастайды. Сондай нәрселер. Енді тағы да өте қатты қазір дамып жатқан ол педагогтар мен психологтар. Неге қазір коуч көбейіп кетті? Не үшін қазір психологтар көбейіп кетті? Не үшін қазір өте көп мамандықтар адамдармен бүйтіп жинап жатыр? Не үшін блогерлар көбейіп кетті? Неге? Адамдардың арасында интеракшн жоқ. Социологтардың зерттеулері бойынша біз болашақта дінге, ұлтқа, қазіргідей мемлекеттерге бөлінбейтін боламыз. Біз болашақта көзқарасқа бөлінетін боламыз. Ет жейтіндер, ет жемейтіндер. Шөп жейтіндер, шөп жемейтіндер. Иттер қарайтын, үйінде иттері барлар, мысығы барлар. Және бәріміз эко-френдли өмір сүретін боламыз. Бірақ триггерит ететін нәрсе бізді барлығымызды, ол біздің хоббиларымыздың көзқарастарымыз болатын болады. Өйткені қазіргі даже альфа поколенияның өзінде балаларға, оқушыларға қарайтын болсан, көбісі бірақ нәрсені айтады. Ағай, бізге барлық діндер лояльны, біз дұрыс қарау керекпіз дейді. Әрқайсының өзінің таңдауы бар дейді. Бірақ нәрсеге біз қарсымыз дейді. Ит мысықтарды ұрмаңыздар, жануарларды жемеңіздер, және бұл планетаны өтініш бізге таза қалдырып кетіңіздерші дейді. Даже Грета Тунбергтің әңгімесі де. Сондықтан сіздер қазір осы саланың қасыңызда көрсеңіздер болады. Осы технологиялармен, осы индустрияларын қарасаңыздар болады. Енді жоғары білікті талап ететін мамандықтар дәрігерлер, инженерлер мен қазір ғалымдар қажет болатын болады. Сіздер білесіздер ме, Қытайға біздің Қазақстанның өзінен осы 24 жылдың өзінде 100-ге жуық ғалым көшіп кетті. 100-ге жуық математик, физиктер Қытайға көшіп кетті. Қазір Қытай өте көп болып жатыр. Сіздерге қызық айтайын ба? ChatGPT қазір кітап ал сияқты компаниялар сатып алып жатыр. Не үшін? Мазмұн, контент. Өйткені жетпейді, сөз жетпей жатыр, креатив жетпей жатыр, контент жетпей жатыр. Ал ChatGPT не ол? Досың ғой сен айтқанды ғана анализ жасап бере алады. Өзі ештеңені құрастырамайды. Сондықтан ғалымдар не істейді? Жаңа бір мазмұн шығарып жатыр, жаңа контент шығарып жатыр. Оны жасап беретін кітап ал секілді компаниялар жүргізіп беріп жатыр. Соның арқасында ғана, грубо говоря, ChatGPT қазір ең құнды адам осы жерде ол жалғас. Өйткені мойында өте көп құнды мазмұнды контент бар. Енді болашаққа басты дағдылар. Жалпы қалай сіздерге, нормально ма? Бір қатты сіздерді қиындатып жүрген сияқтымын ба? Өйткені маған қазір сіздер сияқты аудиторияға бірінші рет шығып жатқандықтан
мен де өзім түсініп алғым келіп жатыр, сіздерге қандай тақырыптар қызығырақ, қай салаға қызығырақ, қай бағытқа қызық болады деп есептеп. Енді біріншісі ол сыни тұрғыда ойлау, екіншісі emotional intelligence деп аталады. Ол сіздердің эмоционалды дұрыс қалыптастыру, және ең бастысы техникамен жұмыс жасай білу. Кім клавиатурада печать деген басалады? Қалай кім біледі? Ctrl-P. Білесіздер ме? 15 жасар балалар оны білмейді. Кім благоотписьті біледі? Благоотпись танымайсыздар ма қалғандарыңыз? Білмейсіздер ма? Тура сол сияқты жаңа бір буын келіп жатыр екен де, и олар да Ctrl-P деген нәрсені білмейді екен. Распечатка деген нәрсені білмейді екен. Бұл кәдімгі жаңа бір буын келіп жатыр. Олар технологиямен тез байланысқа шығып кетіп жатыр, және сол байланысқа тез шығып кетіп жатқан буын сіздерден гөрі әлдеқайда нарықта қажет болатын мамандардың бірі болады. Сондықтан өздеріңіз егер тек қана қазір маған осы білім жеткілікті деп есептейтін болсаңыздар, әрқашан өздеріңізді құндылықтарыңызды көтеруге тырысыңыздар, соның арқасында ғана өздеріңіз болашақ мамандықтарын таңдай аласыздар. Енді соңына күшіне сенбе, адал ісіне сен дейді. Менде 15 жасар қыз, енді мен профориентаторым, балаларға мамандықтан да көмектесем. Бір қызық жағдай болды. Маған Атыраудан бір екі ата-ана келді, мамасы мен папасы. Қызына бір мамандық таңдап бергісі келеді. Мұнай газ. Жалғыз қыз екен үйінде. И болды, басқа мамандық таңдамай қой. Бақнұр менің қызым, маған ол қызды мұнай газға тастап кет деген. Қыз маған келді, 2 ай біз Алматыда бірге жұмыс істейміз деп жоспарладық, бірінші кездесуіміз. Мен қыздан сұрадым, не істегің келеді деді. Ағай, мен архитектор болғым келеді, сурет саламын дейді. Мамам, папамнан мен айтамаймын дедім өйтіп. Давай біз бір нәрсе істейік. Сөйтіп, біраз уақыттан кейін мен ағай сурет салай сізге көрсетейінші деді. Бір-екі суретін көрсетті. Ондай болатын болса, мен мамам папамна дәлелдеу үшін выставка жасайық деді. Көрме жасайық. Сен суреттерді, как раз 2021 жыл Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл жасөспірім көз қарасы деген бір тақырып бердік. 16 суретті 14 күнде сурет салып берді. 14 күннен кейін біз бір апта көрмеге дайындалдық, бір апта көрме жасадық, қала бойынша 5 точка жасадық, әртүрлі адамдар келді. Соңғы күні бір депутат кісі келіп, ана суретін көріп жылады ғой. Мен түсінбей қалдым, ана не сурет? Маған бір сурет ұнады, суретке түсіп тұрған 4-5 жасөспірім, суретінде әртүрлі цвет екенде, ал бірақ неде суреттің сыртында серый. Біз суретке түскен кезде күштіміз, ал суреттің өмірде біз ондай емеспіз деген. Бірақ ана бір суретке қарап, бір әйел кісі, активистка, әйелдердің құқықтары, қазіргі заман құқықтары деген бір еңіреп, айқайлап жылайтын әйелдерді естіп педіңіздер? Депутаттар жүр, актерлар жүр, бәрі қызығып келді енді. Еңіреп жылап жатыр, біз түсінбейміз, не болды деп. Сонымен бәрі қайтқаннан кейін әйел кісіден не болды дедім, сіз суретті көріп тұрсыз ма? Я дедім, суретте ит тұр, иттің жібі жіберіліп қойған жерге, артында әйел тұр, әйелдің шашын басы жоқ еркек тартып тұр да. Мен қалай түсіндім? Бұл қоғамда әйелдерді біз қатты зорлық зомбылыққа алып келеміз, сондықтан деген. Қыздың жеткізгісі келгені біздің қоғамда иттің бостандығы әйелден де жоғары. Қасымызда қалған тағы 2 қыз жылады. Бір аптадан кейін мен әкімшілікке жұмысқа шақырды. Мен шошып кеттім. Не деген провокация, не болып жатыр деп. Ана қыздың суретін біз 30 жылдық тәуелсіздікке орталық Астана қаласындағы алтын адамның қасына іліп қойғымыз келеді деді. Креатив. Сондықтан, құрметті жастар, ешқашан өздеріңіз тоқтатпаңыздар, өз мамандықтарыңызды, салаларыңыз, кәсіптеріңізді дұрыс таңдауға тырысыңыздар. Жасанды интеллект ол бәрібір қасымызда дос қана болып қалады. Рахмет барлықтарыңызға.